Сәлеметсіңдер ме балалар, бұл 2-ші сынып математика пәні 91-ші сабақ. Өзіңді тексер. Санды және әріптік өрнектер, теңдеулер, есептер тақырыбы. 1-ші тапсырма, өрнектерді жаз. А нұсқасы: 32 мен 8-дің бөліндісін 5-ке көбейту. Жазамыз. 32 мен 8-дің бөліндісін жақшаның ішіне аламыз, 5-ке көбейту. Ә нұсқасы: А мен 6-ның көбейтіндісін 8-ге бөлу. Жазамыз. А және 6-ның көбейтіндісін жақшаның ішіне аламыз, 8-ге бөлу дейді. Бөлеміз 8-ге. 2-ші тапсырма. Х тең 8 деп алып, өрнектердің мәнін тап. 1-ші есеп. 80 азайту 49. Қосу х тең 8 деп аламыз. Есептейміз. 1-ші жақшаның ішін орындаймыз. 80 азайту 49. 31 болады. Қосу 8. Тең 39. 2-ші. 100 азайту 62. Азайту х-тің орнына 8 деп аламыз. 100-ден 62-ні азайтамыз, 38. Азайту 8. Тең 30. Келесі. Х-тің орнына 8 деп жазамыз. Азайту 72. Азайту 65. 1-ші жақшаның іші орындалады. 8-ді жазамыз. 72-ден 65-ті азайтқанда 7 қалады. 8-ден 7-ні азайтамыз, 1 болады. 3-ші тапсырма. Мәндері бірдей өрнектерді теріп жаз. 5 көбейту А және А көбейту 5. Бұл өрнектердің мәндері бірдей болады. Сондықтан оларды жаздық. Келесі 4 көбейту 2 тең 8 болады. Ал мұнда 8-ге тең ешқандай өрнек жоқ. Сондықтан жазбаймыз. Келесі 3 көбейту 2 6 болады. Ал мәні 6-ға тең болатын өрнек ол 12 бөлу 2. Бұл да 6-ға тең болады. Сондықтан бұларды жаздық. Ал қалған өрнектердің мәндеріне сәйкес келетін өрнектер жоқ. Сондықтан оларды жазбаймыз. 4-ші тапсырма. Амалдарды орында. А нұсқасы: 8 см көбейту 5 тең 40 см болады. 40 см бөлу 5 тең 8 см болады. 40 см бөлу 8 тең 5 см болады. 7 килограмм көбейту 3. 7-ні 3-ке көбейткенде 21 килограмм болады. 21 килограмм бөлу 3. 21-ді 3-ке бөлгенде 7 килограмм болады. 21 килограмм бөлу 7 тең 3 килограмм болады. 6 литр көбейту 4 тең 24 литр. 24 литр бөлу 4 тең 6 литр. 24 литр бөлу 6 тең 4 литр болады. 9 минут көбейту 2. 9-ды 2-ге көбейткенде 18 минут деп жазамыз. 18 минут бөлу 2 тең 9 минут. 18 минут бөлу 9 тең 2 минут болады. Ә нұсқасы: өрнектердің мәнін тап. 24 көбейту 1 24 болады. 65 бөлу 1 65 болады. 99 бөлу 1 99-дың өзі болады.
1 көбейту 37. 37 болады. Келесі есепте бірінші жақшаның іші орындалады. 30 азайту 22 тең 8 болады. 8 бөлу 1 тең 8. Келесі есепте бірінші жақшаның іші орындалады. 12 бөлу 10-нан 9-ды азайтқанда 1. 12-ні 1-ге бөлгенде 12 болады. 5-ші тапсырма. Салыстыр. 80 азайту 30 50 болады. Демек, 50 артық 40-тан. 6-ны 1-ге бөлгенде 6 болады. Сонда 6 тең 6. А қосу 1, А қосу 0. Екеуінде де А бар, және 1 0 бар. 1 0-ден артық болғандықтан А қосу 1 өрнегі артық. Келесі 17 қосу 3 көбейту 2. Бірінші көбейту амалы орындалады. 3-ті 2-ге көбейтеміз 6, 17-ге 6-ны қосқанда 23 болады. Демек, 25 артық 23-тен. Келесі 25 азайту 5 көбейту 5. 5-ті 5-ке көбейткенде 25, 25-тен 25 азайтқанда 0 болады. Демек, 5 артық 0-ден. 1 көбейту Б, Б көбейту 1. Екі жағы да тең болады. 6-шы тапсырма. Теңдеулерді шеш. 59 қосу X тең 72 азайту 9. Бұл күрделі теңдеу, жай теңдеуге айналдырамыз. 59 қосу X тең 72-ден 9-ды азайтқанда 63 болады. Енді X-ті табамыз. X тең 63-тен азайтамыз 59-ды. X тең 4-ке. Тексереміз. 59 қосу 4 тең 72 азайту 9. 59-ға 4-ті қосқанда 63 болады. Тең 72-ден 9-ды азайтқанда 63 болады. Келесі теңдеуде бірінші жақшаның ішін орындап аламыз. 66-ға 18-ді қосамыз. 84 болады. Азайту X. Тең 29. X-ті табамыз. X тең 84-тен азайтамыз 29-ды. X тең 55. Тексереміз. 66 қосу 18. Азайту 55. Тең 29. 66-ға 18-ді қосқанда 84. 84-тен 55-ті азайтқанда 29 болады. Тең 29. Келесі X көбейту 4 тең 36-ға. X-ті табамыз. X тең 36 бөлу 4. X тең 9. Тексереміз. 9 көбейту 4 тең 36. 36 тең 36. Келесі B бөлу 5 тең 9-ға. B-ны табамыз. B тең 9 көбейту 5. B тең 45-ке. Тексереміз. 45 бөлу 5 тең 9-ға. 9 тең 9-ға. 7-ші тапсырма. 20-дан кем сандардың біреуін ғана пайдаланып, тура санды теңсіздік жаз.
А үлкен 18-ден. Аның орнына 20-дан кем 18-ден үлкен бір санды жазуымыз керек. Ол 19 үлкен 18-ден. 19 20-дан кем 18-ден үлкен. Келесі Б-ның орнына 18 санын жазуға болады. 18 үлкен 17-ден, бірақ 20-дан кем. С-ның орнына 16-ны жазсақ болады. 16 үлкен 15-ден, 20-дан кіші. Келесі Х-тың орнына 11 үлкен 10-нан, бірақ 20-дан кем. 8-ші есеп, есептерді шығар. А нұсқасы, жарысқа әрқайсысында 4 баладан 3 топ қатысты. Жарысқа барлығы неше бала қатысты? Әр топта 4 бала, топ саны 3, барлығы неше бала қатысты? Оны анықтау үшін әр топтағы баланың санына көбейтеміз топ санын. 4-ті 3-ке көбейткенде 12 болады. Жауабы барлығы 12 бала қатысты. Ә нұсқасы, жарысқа келген 12 бала 3 топқа тең бөлінді. Бір топта неше баладан болды? Есептің шарты, барлығы 12 бала бөлінді 3 топқа. Әр топта неше баладан болды? Шешуі. Барлық 12 баланы бөлеміз 3 топқа. 12-ні 3-ке бөлгенде 4 болады. Жауабы әр топта 4 баладан болды. Б нұсқасы, жарысқа келген 12 бала бірнеше топқа бөлінді. Әр топта 4 баладан бар. Балалар неше топқа бөлінді? Есептің шартын құрып аламыз. Барлығы 12 бала, әр топта 4 баладан. Топ саны белгісіз. Оны анықтау үшін барлық 12 баланы әр топтағы бала санына бөлеміз. 4-ке бөлеміз. 12-ні 4-ке бөлгенде 3 болады. Жауабы, балалар 3 топқа бөлінді. Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болса, міндетті түрде осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Келесі сабақтарда кездескенше.